Пайраз Бахриге келіп, полиция бастығы Четин Әдилдің адамы екенін айтады. Бахрилер Четиннің үйіне басып кіреді. Четинді отырғызып қойып қысым жасайды. Четин, барлық чиновниктер, барлық мафия Әдилге жұмыс жасайды деп айтады. Зулпикар, ол қалай сонша мықты деп таңданып қалады. Қару сататындар Әдилсіз бір қадамда жасай алмайды. Әйелдерді сату, адам ұрлау бәрі соның қолында. Оның барлық жерде көзі бар. Менің бірнеше былықтарымды біліп, сонымен бопсалап, солай мен оның уысына түстім деп айтады. Бахри, сен бізге көмектес, біз саған көмектесеміз деп айтады. Сенен жауап күтеміз деп шығып кетеді. Кейін Четин Бахриге хабарласып, бүгін Әдил мафия басшыларымен жиналыс жасайды деп айтады. Әдил жиналыс жасап отыр. Четин де келеді. Сыртта Бахрилер аңдып тұр. Қонақтары шығып кеткен соң басып кіреміз деп тұрады. Біраздан соң қонақтары қайтады. Садреддин, жүріңдер кіреміз дейді. Әкесі, қоя тұр, Әдил шықсын дейді. Садреддин әкесін тыңдамай ішке жүгіреді. Мен оны өлтіремін деп ішке кіреді. Әдил адамдармен шығып келе жатады. Садо оқ атады. Сонымен атыс басталып кетеді. Ихсан Әдилді алып қашады. Садреддиндер біраз атысады. Әдилдің қолына оқ тиіпті. Бізді қалай тапқан, Садреддиннің бәлесін қара деп сөйлеп отыр. Үйіне келіп, Ипектің суретіне қарап отырады. Ипек жігітімен ұрсысып, үйден кетемін деп, заттарын жинастырып үйінен шығып кетеді. Сыртқа шығып кетіп бара жатқанда, Ихсан көліктен түсіп соңынан жүреді. Сен кімсің деп тоқтайды, мені Садреддин жіберді деп қаруын шығарады. Ипек ойбайлап қашып кетеді. Үйіне кіріп, Садреддинге қоңырау соғып айтады. Сен мені өлтіруге адам жібердің ба деп сұрайды. Түрі қандай деп сұрайды, бір көзі ақ дейді. Садреддин Ихсан екенін біледі, қазір барамын дейді. Әдил Бахриге хабарласып кездесуге шақырады. Екеуі кездеседі. Екеуі біраз ұрсысады. Мына жерде бір жақыныңның көк тасы бар, соны тауып, үлгерсең өмірін сақтап қал деп кетіп қалады. Бахри іздеп жүреді. Бір кезде Садреддиннің аты жөні жазылған көк тасын табады. Дереу Садреддинге хабарласады. Садреддин Ипектің үйіне келген еді. Әкесімен сөйлеседі. Қайдасың абай бол, олар сені көздеп отыр деп айтады. Айтқаны сол, біреулер шығып Садреддинге оқ атады. 5-6 рет атып қашып кетеді. Бахри телефонда тыңдап қиналып тұр. Ипек жүгіріп шығып, Садреддин деп жылап отырады. Бахри бақырып жылап тұр. Содан ауруханаға әкеледі. Ипек жылап тұрып Семаға хабарлап айтады. Сема Бахриге айтады. Семалар ауруханаға келеді. Сехер адамдарына сендер не қарап жүрсіңдер деп ұрсады. Барлығы жиналады. Дәрігер шығып, жағдайы ауыр дейді. Четин келеді. Бахри бір бөлмеге кіргізіп, ұлымды 7 рет атып кетті. Маған Ихсанды тауып бер деп қылқындырады. Четин Ихсанға хабарласады. Садреддинді атып кетіпті, сен істедің бе дейді. Иә дейді. Кездесіп сөйлесуіміз керек, әңгіме бар деп айтады. Жарайды дейді. Әдил Ихсанға, абай бол, Четин маған ұнамайды деп айтады. Соңгүл Ипекке бас салады. Сен неғып жүрсің, сенің кесірің, сен соларға жұмыс жасайтын шығарсың деп айқайлайды. Семалар, қой тыныштал деп басады. Соңгүл сонда да қоймай, бұл қатын ақша үшін бәріне барады деп айқайлап тұрады. Ипек шыдай алмай, мені жалдаған Соңгүл деп бәрін айтып береді. Бахри мен Айшагүл таңданып қалады. Соңгүл бәрін жоққа шығарып тұрады. Сема растайды. Бахри ашуланып Соңгүлді ұрып жібереді. Көзіме көрінбей кет деп қуып жібереді. Соңгүл жылап қалады. Четин Ихсанмен кездесуге келеді. Ихсан алыстан дүрбімен қарайды. Сехерлердің тұрғанын көріп қояды. Четинге хабарласып, бара алмаймын, жұмыстарым шығып қалды деп айтады. Дәрігер шығып, ота сәтті өтті. Енді 24 сағат күтеміз дейді. Барлығы үйлеріне тарқайды. Бахри қалады. Зулпикар мен Мелтем романтикалық дастархан жасап отырады. Зулпикар Мелтемге өз сезімін білдіреді. Пайраз Айшагүлге аборт жасаған дәрігерді тауып келеді. Бір әйелге аборт жасап жатыр екен. Ол әйел өліп кетеді. Пайраздар басып кіреді. Біраз атысады. Дәрігер қашып кетеді. Кейін Мелтем дәрігердің үйін таптым деп хабарласады. Пайраз дәрігердің үйіне кіреді.
Атайын деп тұрғанда Айшагүл атпа деп әкетеді. Пайраз қайтадан кіріп атып тастайды. Сол дәрігердің өлімі бойынша тергеу басталады. Айшагүлді тергеуге шақырады. Дәрігердің тізімінде сіздің аты жөніңіз тұр деп тергейді. Айшагүл ештеңе мойындамайды. Салих пен Асылны да тергейді. Екеуін жұмыстан шығарып жібереді. Салих шырылдап, бәрі Пайраздың кесірімен шындықты айтамын деп шырылдайды. Четинге келіп айтады. Четин Ихсанға хабарласып, Пайраз ұсталатын болды, Салих бәрін айтып қойды дейді. Пайразды Әділдің адамдары Әділдің алдына әкеледі. Жағдайың қалай ұлым дейді. Мен саған көмектесемін. Сені сатып кеткен адамның орны тозақта деп айтады. Төменде Ихсан мен Четин тұр. Бір кезде Салихты байлап алып келеді. Ихсан Четинге, сен бізді сатып кеттің, енді Салихты өлтіресің деп қолына қару береді. Пайраз әкесіне ұрсып тұр. Ихсан 10-ға дейін санаймын, бізге адал екеніңді көрсет дейді. Салих жылап отыр. Четинде қиналып тұр. Пайраз әкесіне, сен маньяксың ба, тоқтат мынаны деп бақырып тұр. Ұлым, ол сені сатып кетті дейді. Басеке, олай жасама деп Пайраз Четинге айқайлайды. Ихсан 10-ға дейін санайды. Четин амал жоқ Салихты басынан атып тастайды. Пайраз жүгіріп Салихке келеді. Четинде қиналып отыр. Содан үшеуін көшеге әкеп тастап кетеді. Пайраз өзін кінәлі санап жылайды. Ертеңіне Салихтың жаназасы болады. Әке-шешесі жылап отыр. Четин сөз сөйлеп тұр. Садридин әлі ес-түссіз ауруханада жатыр. Сехер мен Сема бала асырап алады. Семаны дәрігер шақырып, ауруы қатерлі емес екенін, ота жасаса жазылып кететінін айтады. Сема қуанып Сехерге хабарласады. Сехер де қуанып келе жатқанда артынан Ихсандар келеді де ұстап әкетеді. Әділдің алдына алып келеді. Ар жағынан Семаның дәрігері келеді. Сема сеніп қалды деп күледі. Әділ, әйелің жақында өлетінін білмейді, ауруың жоқ деп қуана берсін. Ал сен оның қалай өлгенін тамашалайтын боласың деп айтады. Сехер бақырып тұр. Ихсан Семаға хабарласып, Сехердің көлігі аударылып жатыр деп бір жерге шақырады. Сема аласұрып келе жатады. Артынан көлікпен келе жатып оқ ата бастайды. Сехер оянады. Сема қашады. Баскесерлер Семаның көлігін атқылай бастайды. Сехер атпаңдар деп қарсыласып келе жатыр. Сема Сехерді көреді. Қарсыласып жатқанда бір адамына оқ тиіп көлік артта қалып қояды. Сехерді ұрып талдырып тастайды. Семаның балоны жарылып, баласын алып жаяу қашады. Аналар көлікпен қуып келе жатыр. Сема жардың шетіне жетеді. Көлікпен соғайын деп зуылдап келе жатқанда Сехер оянып рулды бұрып жібереді. Көлік суға құлайды. Сема бақырып тұрады. Содан полицейлер жиналады. Сехерлерді іздеуге құтқарушылар суға сүңги бастайды. Садридин оянады. Бахрилер кіреді. Айшагүл Семаға хабарласып Садридинді айтып қуанады. Сема жылап Сехерді айтады. Сехерлер табылмайды. Бахрилер келеді. Адилдің адамының өлігін табады. Басқалары табылмайды. Бахридің жүрегі ауырып ауруханаға әкетеді. Кеш батады. Зулпикар естіп жүгіріп келеді. Сехер қайдасың деп бақырып жылайды. Қараңғы болып кетті деп құтқарушылар қайтуға жиналады. Зулпикар түн болды қайтамыз дейді. Сема Сехерді тастап қайда барамыз дейді. Сехер өлді дейді. Сема ұрады. Зулпикар кетіп қалады. Сема мен Таш сол жерде таң атқанша отырады. Таңертең Зулпикар келеді. Жүр қайтайық, ол енді жоқ деп Семаны алып кетеді. Бәрі жылап қайтады. Үйіне келіп бәрі мұңайып отырады. Пайраз Әділдің үйіне келеді. Біраз сөйлесіп отырып адамдарын атып Әділді ұстайды. Айшагүлді шақырады. Сырттағы адамдарын да түгел атып тастайды. Айшагүл келеді. Әділді ұстап Бахридің үйіне алып келеді. Кімді әкелгенімді қараңдар дейді. Бахрилер таңданып қалады. Әділ қорқып тұр. Бахри келісім жасап, мүмкін татуласармыз деп мүләйімсіп тұрады. Бахри ұрып жібереді. Айшагүл бетіне түкіреді. Барлығы қаруын дайындап өлтіреміз деп дайын тұрады. Әділ, мені өлтірсеңдер Сехерді табалмайсыңдар деп айтады. Сема елең ете қалады. Сехер тірі ма деп сұрайды. Ия, тірі, менің қолымда дейді.
Бахрилер сенбейді. Сема қару алып Әдилді алып кетем дейді. Ешқайсың жоламаңдар деп Әдилді алып шығады. Сема қызым ол өтірік айтады деп Бахрилер шырпы болады. Сема Әдилді алып кетеді. Жолда Әдил Ихсанға хабарласып, мен ұсталып қалдым, менің өмірім Сехердің қолында болып тұр. Сехерді алып кел деп айтады. Содан Сехер жоғалған жерге келеді. Ихсандар келеді. Сехер міне деп басында пакеті бар біреуді түсіреді. Бетін ашыңдар, әйтпесе өлтіремін деп айқайлайды. Бахрилер де келе жатыр. Ихсан оларды көріп, бізге қонақтар келе жатыр деп айтады. Әдил Семаның қаруын жұлып алады. Кеттік деп көлікке мініп кетіп қалады. Бахрилер келеді. Сема олар Сехерді алып кетті деп шырылдайды. Тошна Сехер ме көрдің бе деп Бахри сенбей тұрады.